Сәлем достар, бүгін мен кептірілген жемістерден компот жасайтын боламын. Осылай табиғи қолдан жасалған компоттарды өте жақсы әрі пайдалы, иммунитетті көтереді. Мендегі алма қағы және де мейіз, қара өрік барлығын жақсылап таза суға 5-6 рет жуып аламын, және де 1 шай қасық ас содасын құйып жақсылап 2 рет жуып аламыз. Ас содасын міндетті түрде қосыңыздар, себебі ас содасы қақтарда жабысқан шаң тозаңдардың, микробтардың барлығын алады. Осылай тап-таза болып шығады қақтарымыз. Осындай жаз айларында компот жасап қойсаңыздар, балаларыңыздың иммунитеті көтеріліп жақсы болып қалады. Одан кейін үстіне 2 литрдей су құйып, газге қойып бір қайнатып аламыз. Одан кейін үстіне 70 грамм шекер саламын. Шекер салып болғаннан кейін тағы да 7-10 минуттай қайнатып алып, суытып ыдысымызға құйып қоямыз. Салқындатып ішсеңіздер, өте керемет дәмді шығады. Міндетті түрде жасап, жаз айларында ішіңіздер, иммунитетті көтеріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.